Бәріңе сәлем. Ұзақ үзілістен соң хайп емес бағдарламасы сіздермен бірге қайтадан қауышып отыр. Бүгін бізде ерекше қонақ. Студиямызда каратэден 5 дүркін әлем чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері және қара белдік иегері Венера Тұрғанова. Демалмастан айтты. Қош келдіңіз. Қош көрдік, сәлематсыз. Мәнерлеп сырғанау, көркем гимнастика, біз көбіне қыздар негізі осындай саладан көреміз ғой. Сіз басқа емес каратэге қалай келдіңіз? Не себепті каратэ? Жалпы енді бұл сұраққа жауап беру үшін менің балалық шағыма оралу керек болады. Балалық шағымда жалпы мен ізденімпаз бала болдым деп айта аламын қазіргі таңда, себебі артқа саралаған мезгілде өзімді әртүрлі салада іздедім. Мен биге де бардым, шахматқа да бардым, каратэге бармастан бұрын таэквондоға да барғанмын, және әртүрлі сондай домбыра үйірмелеріне барып көрдім. Бірақ соның ішінде осы каратэдо шотокан үйірмесі мені өзінің бір көп салалығымен, сан қырлығымен баурап алды деп айтсам болады. Себебі бұл жерде бір жаттығуға барып, жаңағыдай бір ай қатысып, мен мынаны уже білемін, мынаны игеріп алдым деген сияқты айта алмайтын болдым. Сол себепті өзінің сондай көп түрлігімен, өзінің жан-жақтылығымен осы спорт түрі мені баурады. Жалпы каратэ саласында жүргеніңізге біраз уақыт болған сияқты да, жаңа және біз айттық, абсолюттік әлем чемпионы деп. Жалпы әр мықты чемпионның артында ата-анасы мен бапкері тұрады деген бар. Жалпы осы пікірге сіз не айтасыз өзіңіз? Әрине, себебі спортқа келгенде спортта өзіңнің жаттықтырушың, бапкерің, сенің қаншалықты икемділігің бар ма, жоқ па, сенің сол спортта қандай орын алатындығында үлкен рөл атқарады, және де үйдегі ата-ана барып жатқан үйірмелеріңнің, немесе айналысып жатқан ісіңнің оңға басуына, немесе мысалы сүрінген кезде сені қолдау болып, қолпаштайтында сол ата-ана деп есептеймін. Сондықтан бұл жерде енді атап өту керек, менің өзімнің бапкерім, жаңағыдай наставнигім деп айтуға болады. Біздің облысқа мәлім, тек қана облысқа емес, республика көлемінде, әлем көлемінде еңбегі жақсы сіңген, жаңағыдай Қойшекенов Ерқали Сайынұлы деген бапкерім. Ол кісі енді мен емес, тек қана көптеген басқа да спортшыларды тәрбиелеп, әлем деңгейіне көтеріп, көптеген халықаралық дәрежедегі спорт шеберлерін, Қазақстан Республикасының спорт шеберлерін дайындаған бапкер. Және сол кісіге енді үлкен алғысым шексіз, себебі сол кісінің бағыт-бағдарымен осы каратэні әртүрлілігін көрсете алғандығында, яғни каратэ тек қана банағы спорт ретінде емес, тек қана өмір салты ретінде, шығыс жекпе-жегі ретінде көрсете білді, ашып білді сол спорт түрін. Қандай бір қызықты моменттер болды бала кезіңізде, немесе қазіргі кезде осы каратэмен айналысып жүрген кезде, немесе жарыс кездерінде болсын, еске түсіріп бөлісіп кетсек, әлі күнге дейін бір езуіңізде күлкімен еске алатындай моменттер болса? Осы жақында біздер желтоқсан айында өзіміздің бір қорытынды жарысымызды өткіздік. Сол қорытынды жарысында енді осы бір шақта, бір кезеңде шыққан спортшылар болып жиналып қалдық, бас қосып қалдық. Себебі ішінде төрешілер, көп салалы жаттықтырушыларымыз, барлығымыз бас қосып, осы жарысты қорытындылаған кездегі сол есімде әлі күнге дейін жүретін ол мына жарысқа қалып қойған уақытым. Ол 2000 жылдар ау деймін. Нақты 2000 ба 2001 ма, соны еске түсіре алмады, бірақ тарих фотоларына қарасақ еске түсіруге болады. Сол кезде Кентау қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты болатын болды. Ал мен пойызға кешігіп қалдым. Ұйықтап қалдым, былайша айтқанда. Атырауда ұйықтап қалдым. Сәлематсыз. Бірақ сол жарысқа деген құштарлығымның арқасында команда кетіп қалды. Мен Кентау дейтін қаланың жалпы енді қай жерде, қалай бұрын соңды барып көрмеген қалам болатын. Сол кезде ата-анам енді мені жұбатып, жаңағыдай, ол кезде таңғы Алматының пойызы таңда жүретін.
таңғы бір 5-ке таман ба сонда енді ұйықтап қалып тұрмын ғой енді әсерімен жаңағыдай. Ол кезде енді бір әлі бір 17-18-ге толмаған кезім, бір 16-дағы ма, сол кездегі енді бір кеңшілік заман бекен білмеймін. Бірақ ата-анам келесі жарысқа барасың деді, жаңағыдай уайымдама деді, бірақ менде бір сондай іште бір сондай сезім болды, мен бұл жарыстан қалмауым керек деген. Содан вокзалға келдім. Маған Кентауға осы жарыстың енді мерзімін білем ғой. Сол мерзімге жететіндей билет тауып беріңіз деп жаңағыдай кассаға барып тұрып алдым. Ол кезде енді қазір енді мен біліп жатырмын ғой, мысалы қазір балалармен жұмыс жасағасын, көптен жарысқа шығатын болғасын, жаңағыдай қолхат алыну керек, жарыс жолда банағыдай кәмелетке толмаған бала жүруге болмайды деген сияқты. Сол кезде енді ол қорқыныштың барлығы болған жоқ, себебі мен бір тістеніп алып баруым керек, қалайда сол жарысқа қатысуым керек деген оймен кеттім. Және сол кассадағы әйел адам қазір ештеңе айта алмаймын, жаңағы хабарласатын телефон номерін тастаңыз, содан кейін қарап тексеріп көре жатармыз деп. Сол бір таңертеңгі бір 10-дардың шамасында деймін, сол кассадан хабар келді. Келіп кетіңіз, тіке емес, тіке себебі уже шыға алмайсыз. Бүгін Ақтөбе пойызына отырып, Ақтөбеден түсіп, Ақтөбеде пересадкамен ары қарай Алматының пойызына мініп кетесіз. Сол тура айтылған уақытыңызға жететіндей мүмкіндік бар деп. Ал солай бардым дейсіз? Солай бардым жарысқа, солай тренер не деді? 2 алтын медалін қанжығаға байладым. Ол кезде енді жеткенше банағыдай Ақтөбеде ағам қарсы алды, сол жерде Ақтөбені көрсетіп, мәре-сәре болып қалдық. Содан кейін ары қарай енді Кентау не қала, ол қандай қала, барғанда мен ағайлар қайда болады. Ол кезде және мобильді телефондарда болған жоқ. Менің жалпы өзімде ол кезде мобильді телефон болған жоқ. Қалай байланыстыңыз? Қалай болады, не болады деп, ол кезде таксофондағы телефондар бар емес па, сол арқылы енді барады деген ата-анам енді хабарлама берген болу керек. Вокзалдан тек түскен бойда ағайларым алдымнан шықты. Ағайдың алғашқы сөзі сол кезде? Сол кезде сен де жатпайды екенсің деді. Қайда жүрсің деп айтқан жоқ па? Жоқ, олар дейтін кәдімгі қуана қарсы алып, сол жарыста кәдімгі өзімнің ката комитет бағдарламасында алтынды еленіп, жылап, сықтап, қуанып, осы кез енді бір кетпейтін естелік болды. Тағы бір сұрақ, жалпы енді шыны керек, карате дегенде ол көпшіліктің алдында, қарапайым тілмен айтқанда, төбелесетін спорт болып тұрады. Енді қыздар бала кезінде айналысқан өз алдына, ересек жастағы қыздар, әйел адамдар каратемен айналысады десе, қоғам әлі дұрыс қабылдамайды, оны шошиды. Алған карате мынандай жаста деген сияқты. Сондықтан басқа емес, чемпионның өзінің аузынан естейікші, каратенің қандай басқа спорт түрлерінен, басқа жекпе-жек түрлерінен қандай ерекшеліктері бар? Жалпы бұл жерде енді айта өту керек. Жаңа айттым ғой, мен осы спорт түріне келген кезде каратенің жаңағыдай жан-жақтылығын, оның тек қана банағы спорт ретінде емес, сол философиясын ашып берсеңіз деген. Жапондық бір өзінің философиясы, өзінің бір тәлім тәрбиесі бар. Біздің қазақтың құндылықтарына пара-пар келетін құндылықтарды көре алдым сол кезде. Бұл жерде енді атап өту керек, біздің енді қоғамда көптеген стереотиптер бар, қыз балаға болмайды, уақыт өте келе мысалы кішкене есейген кезде мысалы тоқтату керек, қою керек, ол неге керек деген сияқты, секіріп болған боларсың, төбелесіп болған боларсың деген сияқты әр адамдардың әртүрлі мысалы өздерінің деңгейіне сәйкес сондай бір қазір айтады ғой, енді бір шектеулерді байқап қаламыз да. Сол шектеулерге төтеп бере алу керек. Себебі егер өзің бір сол жолды ұстанған болсаң, ол жолда жақсылығын көре отырып, мысалы дамудың үлкен мүмкіндігі бар. Бұл жерде қыз-келіншектерге айтатыным, мен жалпы енді каратэде 20 жылдан астам тәжірибемнің нәтижесінде келген көптеген тұжырымдарым, әйел адам болсын, ер адам болсын, жас шектеуі қойылмаған. Себебі карате бұл шығыс жекпе-жегі, бұл искусство деп айтады ғой. Сондай ретінде
қабылдаған болса, бұл жерде шектеу жоқ. Сен өз-өзіңді жетілдіру, тек қана физикалық тұрғыда емес, рухани тұрғыда, өзіңнің моральдық тұрғыда, яғни бір саланы игеріп шығу, өзіңе хобби ретінде қарастыруға үлкен мүмкіндік бар. Және де мына сіз айтып өткендей, каратені тек қана төбелес ретінде көреді. Бірақ бұл жерде каратені айтып өтсем, бұл жерде база бар, кихон деген, бұл жерде ката бар, яғни бой стению, көлеңкемен төбелесе білу. Жиынтық техникалардың құрамасынан тұрады ката. Және кумите. Бізде енді мына жалпы Қазақстанда деп айтсам ба, біздің батыс өңірде ма, енді ката жағы көп дамымаған. Мысалы, менің өзімнің авторлық методикаларым бойынша, мысалы, катаны ендірем. Себебі ката, кихон пайдаланатын, ол барлығы база. Мысалы, сөйлеуді бәрі біледі дегендей, бірақ алфавитті, оның грамматикалық тұрғыда, мысалы, сөйлемді құрастыру, құрмалас сөйлемдер құрастыру деген сияқты жерде. Каратеден тренер қазақ тілден сабақ беріп кетті. Сондай, мен енді балама ретінде айтып тұрмын, сондай, мысалы, ұқсастықтар сондай ретінде, себебі бұл жерде бір терең ілім жатыр. Сол терең ілімді түсіне алу үшін сен өз-өзіңді жетілдіруің керек әр уақытта, жан-жақтылығыңды ашуың керек. Міне соған, мысалы, маған карате көмектесті. Бұл жерде мен өзімнің нәзіктігімді, әйел затына тән, мысалы, қасиеттерді жоғалтып алдым деп айта алмаймын. Инстаграм парақшаңыздан байқап жүрмін, жалпы ересектер арасында каратені қазір дамытып жүрсізді, осы Атырау облысында. Ал жалпы әлемдік чемпионаттарда 70+ дегенде категориямен спортсмендердің каратеде өнер көрсетіп жүргенін байқап жүрміз. Жалпы Қазақстанда осы карате, ересектер арасында каратенің дамуы туралы не айтасыз? Қандай деңгейде? Бұл жерде енді жоқ па мүлде? Бұл жерде енді өте төмен деп айтуға болады, себебі бізде енді қоғамда жаңағыдай айтып тұрмын, өзіндік бір стереотиптер, өзіндік бір шектеулер бар қоғамбыз жалпы. Енді жаңағыдай жетіліп кеткен мемлекеттерге әрине ұмтылуымыз керек. Ол жақта ересектер каратені өмір салты ретінде, яғни оларда, мысалы, әйел заты айналысса, тұрмыстағы әйел болсын, тұрмыста емес әйел адам болсын, ересек ер адам болсын, ол кісінің жұмысы болсын, болмасын, басқа айналысатын кәсібі болса да болмаса да, олар оны өмір салты ретінде ұстанады. Себебі ол тек қана спорт ретінде емес, өзінің денсаулығын нығайту мақсатында, өзінің бір бірегейлігін қалыптастыру мақсатында. Себебі спорт ол көптеген, мысалы, рухани тұрғыда, физикалық тұрғыда, моральды тұрғыда адамды тұлға ретінде қалыптастыруға өте үлкен септігін тигізеді. Сондай бір өзіне тәртіп ұстануға, өзінің тек қана бір беткейлі емес, жан-жақтылығын жағдай дамыту мақсатында ұстанады. Өзін-өзі тәрбиелеуі. Сондай мақсатта біздер енді әрине кішкені артқа сатыдамыз. Дамуға, алға қойылатын мақсаттар әрине көп. Сондықтан ересектердің барлығын, мысалы, кімде, мысалы, балалық бір арман болды, соларды, мысалы, үгіттеймен, каратемен айналысуға. Демек, Венераны осы Қазақстанда ересектер арасында каратені дамытушылардың алғашқыларының бірі деп айтсақ болады. Енді алғашқыларының бірі деп айта алмаймын, себебі маған дейінде үлкен көптеген шеберлер бар, олардың да өздерінің асқақ армандары, алдына қойған мақсаттары бар. Солардың бірі деп есептеймін өзімді. Жалпы каратенің өзі қазіргі уақытта бірнеше мектептен тұрады. Әртүрлі мастерлер бар, олар өздерінің бір техникаларын қосады деген сияқты. Енді осы жерде бір сұрақ, осындай мектептің тым көбеюі жалпы каратенің негізгі тарихи стилін жоғалтып жібермей ме деген сұрақ туындап отыр менде қазіргі уақытта. Жалпы енді бұл сұрақ өте орынды, себебі әрбір спорт өзіндік бір тарихы бар, өзіндік бір жолы бар дамуының. Сондықтан қазіргі карате мен бұрынғы бастапқыдағы каратені енді салыстыруға келмейді. Ол кездегі заман талабы, яғни бұл карате жапондық спорт түрі. Ол кезде олар қарусыз қорғану мақсатында осы спорт түрін ойластырып Окинава аралында бастау алған болатын. Ол кезде енді халық
спортты жаппай сол армия ретінде тәрбиелеген болатын карате арқылы. Ал қазіргі таңда каратені біздер спорттық, бұқаралық спорт ретінде балалар, жастардың арасында, жалпы халық арасында, яғни көптеп айналысатын спорт ретінде енді насихаттау жұмыстары көп жүреді. Атап өтетін болсақ, енді каратенің жалпы негізгі 5 түрі бар. Яғни ол каратедо шотакан бағыты, каратедо шитарю бағыты, вадарю бағыты және годзюру бағыты, және де бер жағындағы кикушинкай бағыты. Осы 5 бағыттан таралған әртүрлі тарамдар да бар. Ол әрине қайдан пайда болды деп айтатын болсақ, ол әр кезеңнің өзіндік шеберлері болады, өзіндік зерттеулері болады. Мысалы, осы каратемен айналысқан уақыт ішінде өздерінің бір тұжырымдары болады деген сияқты ғой. Сол тұжырымдарды ендіре отырып, өздерінің бір қолтаңбасын қалдырған сияқты каратеге сондай бір енгізулерді қостап кеткен сияқты. Сол себепті каратенің мысалы жан-жақты дамуы, жан-жақты стильдердің көбеюі, яғни орын алып жатыр. Бұл жерде оның тарихи түпнұсқасын сақтап қалу әрине мүмкін емес, бірақ бана мен айтқандай карате неден тұрады? Карате, яғни базалық кехоннан тұрады, катадан тұрады және кумитеден тұрады дедім. Кумите, осы элементтері жоғалмаса, бұл кезде енді өзінің каратенің өзінің бір қолтаңбасы, әрине басқа спорттардан өзінің ерекшелігі бар. Жалпы осы уақытқа дейін қанша шәкірт тәрбиелеп шығардыңыз? Соның ішінде бір үлкен жетістікке жеткен бір шәкіртіңіз туралы кішкене айта кетсеңіз. Енді жалпы шәкірттер көп тәрбиелеген, олардың ішінен енді алып айтатын болсам, суырып айтатын, енді әлем чемпионатында жаңағыдай өз қанжығаларына алтын байлаған қыздар бар. Олардың ішінде енді Асқар қызы Зарина, Исабекова Азиза, Тілекқабыл Ақбота деген қыздарды атап өтпеске болмайды, себебі олар өздерінің осы төзімділігін, шыдамдылығын, осы спортқа деген бір өздерінің сүйіспеншіліктерін алдарына бір мақсат қойып, сол мақсатқа деген табандылықтарын бір дәлелдеген спортшылардың бірі. Және де енді қазіргі таңда өсіп келе жатқан спортшылардан Бейбіт Абдунор деген, Шафих Эльдар және Марал Данияр деген сияқты ұлдар да бар, шәкірттер де бар. Жыл енді басталып жатыр. Барлық адам жылдың өзінің жоспарын құрады. Биыл Венераны қандай биіктерден көреміз? Жалпы енді биылға көбіне мысалы шәкірт жетістіктеріне көңіл бөлгім келіп отыр. Соның ішінде мысалы ересек топтардан жарысқа шығып, өз бақтарын сынап, енді үштікке енбесе де сол жарыстың қандай болатын, әлем деңгейіндегі мысалы басқа ересектердің қалай құлшынып қатысатындығын көрсе екен деген сондай бір арман бар асқақ. Соған жеткізсем, және де мына шәкірттер арасында енді жарыстар көп. Бізге енді мына соңғы олимпиадалық ойындардың енді әсер етулері де бар деген сияқты, біздің соңғы жалпы ұлттық жетістіктеріміздің төмендеу болғандығы, ол енді олимпиадалық емес спорттарға енді үлкен әсерін тигізері сөзсіз. Бірақ дегенмен де жаңағыдай бекінген адам өз енді мақсатымен, өз жолымен жүре береді демекші. Бізде де енді сондай бағытта, сол жолда шәкірт тәрбиелеп, бұқаралық спортта насихаттап, осы каратенің шеберлерін көбейту, чемпиондарын шығару, жеңімпаздарды көбейту, және де мына қоғам арасында енді стереотиптарды бұзбасақ та, бірақ енді ойлануға мүмкіндік беру. Яғни басқаша болады, ересектерге болады, қыздарға әлі де қатысуға болады деген сияқты сондай бір ойды қалыптастырсақ, соның өзі де үлкен бір қозғалыс болар еді. Құпия болмаса, бізде бір коронный сұрақ бар, орысша айтқанда. Келетін қонақтарға қоямыз. Әлем чемпионы тренер Венераның айлық табысы қандай? Біз осы хайпемеске келген қонақтардың сөйтіп айлық табыстарын рейтингісін шығарып отырық. Ертең оны да көрсетеміз. Солай ма? Енді спортта белгілі бір табысқа жеттім деп айта алмаймын. Себебі спорт бұл жерде маған
хобби ретінде. Яғни қосымша, себебі мен өзім спорттан бөлек басқа салада да жұмыс жасаймын. Қандай салада? Біліп отырайық. Біліп отырайық. Енді бәрін айту керек. Солай ма, хайп емес те хайп қылдырсақ қалай болады? Иә, айтып тастаңыз, бәрін біліп отырайық. Сол енді статистикалық мәліметтерді енді құпия болып тұрды. Құпия болғаны дұрыс деп есептеймін. Венераның зарплатасы, айлық табысы құпия. Құпия. Жалпы каратэден, жалпы спорттан бөлек кейде өзімді осы салада байқап көруім керек еді деген бір ой бола ма? Ондай ой бір түп нұсқалы болған емес, бірақ мен енді өзім жаңағыда айттым ғой, өзім ізденімпаз, сондай бір жан-жақты жандардың қатарына жатқызам. Себебі мен өзіме мысалы бір қызық болған нәрселерді, салаларды соны қарап біліп, соның ішіне кіріп кетпесем де өзіме солай жақын бола ма, қалай болады екен деген сияқты сондай бір ұстанымдарым бар. Бірақ спорттан бөлек саланы елестете алмайсың да, получается. Елестетуге болады, енді мен қай салаға барсам да сол жерде бір топ жаратын адамдай болып көрінемін өзіме жалпы. Себебі енді бір мықтап өзіңе мақсат қойсам, мысалы сол саланы мен осындай бір деңгейіне жеткім келеді, осындай қыр-сырын меңгергім келеді деп кірісетін болсам, әрине ол жерден де топ жаратыным анық. Қазір енді мына кері артқа қарап шегініп көрсем, өзімнің мысалы осы уақыттар бойына жеткен жетістіктерім, оның барлығы бір айтады ғой, енді бір кейде ДНК-ға белгіленген бір таңба ретінде, мүмкін солай мен лидер ретінде, көшбасшы ретінде мысалы сондай бір таңбам бар сияқты деп сондай өзімде сезім кейде болады. Себебі енді көп мамандармен кездесем, көп әртүрлі саладағы адамдармен жұмыс жасаймын. Сонда енді әйел затының осыншалықты ұзақ уақыт бойына енді спортта сондай жұмыс жасауына мысалы көбі таңғалады. Оған енді бір табандылық керек, оған бір енді сондай бір қалай деп айтайын, сүйіспеншілік керек сол жұмысқа деген. Сондықтан енді Венера өзін спорттан басқа салада елестете алмайды екен, құрметті қонақтар. Екінші кезеңге келіп жеттік. Бізде осындай фотосуреттер бар. Осы арқылы шығармашылық, өзіңіздің ойлау деңгейіңізді, логикаңызды байқасақ ба деген үмітіміз ғой енді. Бірінші сурет фингал. Бұл жерде енді атап өтетінім, бір ересек өзінің бір көптен келе жатқан арманын орындайын деп, бір чемпионатқа, үлкен чемпионатқа барып, үлгере алмай қалып, блогын жасауға, осындай бір енді жарыстан кейінгі фингалға ие болып қалды. Сіздің шәкіртіңіз. Одан қалды енді бұлаздай, каждый маленький комар Атырауда боксом занимается деген сияқты маса шағып алды. Бұл кісіне. Фингалына қосымша. Одан қоса бір жақтан енді әйел заты жата ма, любимый, дай денежку деп мазасын алып отыр ғой енді. Телефон соқты. Екінші жағынан тартып отыр. Өзі жарыстан оңбай таяқ жеген. Енді бұл жерде енді жаттықтырушысы енді командалық есепте бірінші орынға ие болдық, мына фингалың дым емес деп сондай деп жұбатып отыр енді. Бұл жерде енді жарыста болған барлық шамал оқиғалардың бәрін қоқысқа лақтырып, тек қана жақсы жағын алға қарай алып кетіп, жасаған жаңағыдай келеңсіз оқиғаларды кері өңдеу арқылы соны өз пайдаңа жеткіздіру. Сөйтіп психологиялық тренингпен осыны шәкіртіңізді жұбатып жібердік. Мықты Венерада бәрі спортпен байланысты суреттердің өзі. Бізге уақыт бөліп келгенге көп рахмет. Бізде шамалы тосын сыйымыз бар. Тосын сый. Вип казашка. Қазақтың барлығы вип болсын, өзінің саласының мықты маманы болсын деген ниетпен. Кішкене шағын естелік сыйлық. Өте керемет. Күтпедім, әрине, бұл енді маған өте сондай бір жақсы, сондай не болып. Өзім жақсы сезініп тұрмын, прям VIP person. Құтты болсын. Көп рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз қызықты болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.